Менің аты жөнім Дустанова Амина. Мен 21-ші мектепте оқыдым. Мен осы емтиханға Даму академиясына 1 жылдай дайындалдым. Математиканы ашқанда мен көрдім аяқты есептерді. Есептер қысқа болды. Мен ойладым, кішкене қиын болатын шығар, неш болған соң, неш қатысын деп отқан соң. Бірақ есептерді шығарған кезде ағайдай дайындалған есептердің барлығы келді. Математика түкте қиын болған жоқ деп айтуға да болады. Ал сандық сипаттамада дәл сондай болды. Бірінші қарадым, барлығын қарап шықтым. Бірінші басынан бастап аяғына дейін, сосын барып шығардым. Түкте қиын болған жоқ. Барлығы дайындалған есептер болды. Тілдерде мен тілдерге үйде дайындалдым. Сол себепті маған тілдер қатты қиын болған жоқ, бірақ арасында 1-2 сұрақтар болды, қиналған. Маған дайындық процесінде біздің бір-бірімізбен жарысқанымыз, бір-бірімізбен ашық сөйлескеніміз ұнады. Барлығымыз сабақтар өте қызық өтті. Сол себепті іш пыстыратын сабақтар болған жоқ. Барлығы күлді, барлығымыз жарыстық, ойнадық, есептер шығардық. Уақыттың қалай өткенін тіпті білмей қаласыз. Біз 5 есептік, 3 есептік ойындар ойнадық. Кім бірінші шығарады, ағай соларға приздар берді, әртүрлі шоколадтар берді. Өте қызық болды. Дайындық кезінде маған үйден Даму академиясына жету қиын болды. Мен 2 пересадкамен келдім. Және боран күндері, қыс күндері қиын болды. Сол қиындықтар нәтижесінде бірақ мен Назарбаев зияткерлік мектебіне түстім. Мен ең біріншісіне Даму академиясына келгенде, мен математиканы қатты білген жоқпын. Сол кезде мен ойладым, менде мүмкіндіктер жоқ шығар түсуге, не шыққан. Қиын болатын шығар маған. Бірақ артынан мен жаймендеп 100 балға көтеріле бердім. Сол кезде шамамен ақпан айында мен 1000 балға жеткен кезде мен алдыңғы оқу жылында тапсырған балдарын қарадым. Сол кезде оларда 1000 жинады, шамамен 40-шы орында тұрды. Сол кезде менде уже мен ішімнен ойлай бастадым, уже мен түсе аламын, мен істей аламын. Сол кезде ары қарай дайындала бердім, сол кезде нәтиже шықты. Менің ойымша нешқа түсу үшін ең алдымен ерінбеу керексің. Және ең бастысы ынта болу керек нешқа түсу үшін. Егер ынтаңыз болмаса, егер сіз өзіңіз қаламасаңыз, дайындалғаның барлығы бостан-босқа кетеді. Ерінбей, ынта болу керек, және де әрқашан сабақтарға қатысып отыру керек. Үй жұмысын толық орындау керек, барлық есептерді уақытылы шығарып отыру керек. Нешқа тапсыру идеясы, оны маған мама айтты. Бірінші менің мамам айтты, осындай нешқа тапсырасың ба, нешта осындай мүмкіндіктер бар, болашақта осының барлығы керек болады, ол жақта жақсы білім береді деп айтты. Сол кезде менің қызығушылығым пайда болды. Сосын мен Даму академиясына қатыстым, ағылшын тіліне қатыстым. Мен білім инновация лицейіне және Назарбаев зияткерлік мектебіне түстім. Білім инновация лицейінде айына 55 000 төлеу керек болды. Сол кезде маған кішкене күннен кейін звондады. Сосын айтты, сіздерде грант, 5 баланың ішіне түстіңіз, ең жоғарғы балл жинаған, сол үшін бесплатно грант қылып оқытамыз деді. Мен көп ойландым, қайсына түсерімді білмедім. Нешқа ма, әлде биылға ма. Сол кезде мен бәрібір де соңында нешті таңдадым. Оқуға түсті деген хабарды мен ең басында негізі ұйықтап аттым. Сол кезде менің мамама звондады ағай. Сосын айтты, сіздер нешқа түстіңіздер, 14-ші болып тұрсыңыз деді. Сол кезде менің мамам бүкіл үйге ақайлады. Сосын менің қызым түсті деп. Сол кезде мен оянып кеттім, шошып. Сол кезде сұрадым, не болды деп. Сол кезде мамам айтты, сен нешқа түстің. Сол кезде қуанышымда шек болмады мен. Ең басында тест алдында менде қорқыныш болды. Мен бірінші математикадан ең бірінші барайын деп отқан, мен таңғы 5-ке дейін ұйықтаған жоқпын. Себебі мен қатты қорықтым. Дым тамақ жей алмадым, қатты қорықтым, ертең тапсыра қалмасам не болады деп. Сосын таңертең тұрдым, тамағымды іштім, сосын шықтым. Сол кезде ең бірінші кіріп жатқанда біз кішкене күттік. Бізге тесттерді берердің алдында. Сол кезде менің қатты ішім ауырды, мен қатты қорықтым. Сосын мен өзіме сене бастадым. Мен бұл тестті жаза аламын, мен өте аламын деп. Сосын
Мен ең бірінші тестті таратқаннан кейін мен асыққан жоқпын. Басында қарадым тестке, сосын барып шығардым барлығын. Мен бірінші барлық математикадан мен барлық тестті шығарып алдым, сосын қайтадан тексердім да белгіледім. Мен жаңа оқу жылына келген оқушыларға ерінбеңіздер, барлық есептерді шығарыңыздар. Егер түскілеріңіз келсе, Даму академияға қатысуларыңызға болады. Ерінбеңіздер, ынтаңыз болсын. Барлық есептерді уақытылы шығарып, барлығын жаттап. Егер бір нәрсені түсінбей жатсаңыздар, ұялмай сұраңыздар. Сіз егер бір нәрсені түсінбесеңіз, ертең нешта ол қатты керек болады. Қатемен жұмыс жасап үйреніңіздер, сол қатты көмек тигізеді. Маған өзіме сол қатты көмек тигізді. Мен Даму академиясына және ағайға үлкен алғыс білдіргім келеді. Мен осы бір жылдың ішінде көптеген нәрселерге үйрендім. Соған алғыс айтқым келеді. Барлығында кеңес беремін. Пока. Именно сізге сәттілік. Нишқа түскеніңізге құттықтаймын, КТЛ-ға түскеніңізге құттықтаймын. Осындай жеңісті күндеріңіз көп болсын. Мамаңызбен отырып шай ішіп отырған кезде бізді еске алып қойыңыз. Мынау біздің сізге сыйлығымыз. Осының ішіне тек жеңісті күндеріңізді, осындай сәттілікке толы күндеріңізді жазып отырмыз. Сізге болашақта тек қана жеңістер тілеймін. Бізді ұмытпаңыз, біздің каналдан шығып кетпеңіз. Хабарласып тұрайық. Осылай сіздің тек қана алда жүргеніңізді көрейік. Рахмет.